Баршаңызға сәлем достар. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын пломбир кремімен дайындалатын балды торттың жасалуын көрсететін боламын. Бірінші кезекте су моншасында балымызды ертіп алатын боламыз. Ыдысымыздың табаны суға тиіп тұрмау қажет. Тек буға ертіп аламыз. Балымыз ерігеннен кейін ас содасын салып, көпіршіген масса жасап аламыз. Қаншалықты ұзақ ұстайтын болсаңыздар, соншалықты қоңырқай түс береді. Мен осындай сарғыштау қылып аламын, қатты қоңырқай қажет емес маған. Тортқа қай затты қанша қосқанымды видеоның астына описанияға жазып кетемін. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып араластырамыз. Бөлек ыдысымызға жаңағы көпіршіген массамызды саламыз. Оның үстіне жұмыртқалы массамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды салып, балды тортымыздың қамырын илейтін боламыз. Балды тортымыздың қамыры осындай жұмсақ, кішкене қолға жабысқыш болып шығады. Біз оны жарты сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Міне достар, мен тоңазытқыштан алдым. Осындай болып шықты. Енді мен оны 10 бөлікке бөліп, пергамент қағаздың үстіне жұқалап жайып аламын. Енді 26 диаметр форманың көмегімен корждарымызды кесіп аламыз. Корждарымыз осындай болып пісті. Шет-шетіндегісін алып, торттың сыртын қаптайтын боламыз. Балды тортымыздың креміне осындай сгущенка, президенттің қаймағын, сливки сапалы өнімдерді қолданатын боламыз. Сапалы өнімдерді қолдансаңыз тортыңыз жақсы шығады. Бір ыдысқа сливкиімізді, сгущенкамызды, қаймақ, сахарный пудраны салып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Енді тортты жинауға кірісеміз. 3-4 қасық торттың кремін жағып, корждарды қойып, тортты жинап аламыз. Тортымызға разъемная форма кигіземіз, қатты қыспаймыз, өйткені сіңу процесінде тортымыз ісінетін болады. Сол үшін бостау қылып 5-6 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Міне достар, біздің тортымыз дайын болды. Қалауыңызша әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен малинамен әсемдедім.
рецепт ұнаса менің каналыма тіркелуді, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.